басқалармен өзіңді салыстырма. Сенің жолың бөлек. Осыған байланысты бір қысқа да қызық әңгіме айтайын. Бұл әңгіме сізге қатты әсер береді деп ойлаймын. Күндердің бір күнінде бір қарға көңіл күйі болмай, көл жағасында арлы-берлі жүр екен. Оны бір мейірімді ақсақал көріп қалып, «Қарғатай, неге көңілің бәс? Не болды саған?» деп сұрапты. Қарға мейірімді жанды бірінші рет көріп, бар шындығын айтып салыпты. Мені бәрі жек көреді. Адамдарға жақындасам, мені бәрі бірден қуады, түрім жаман, қап-қара қарғамын депті. Мен аққудай әппақ болғым келеді. Ең әдемі және бақытты құс аққу болар. Сонда ақсақал былай деп кеңес беріпті. Қарғатай, ең бірінші сен аққуға барып сұрашы. Ол өзін бақытты сезіне ме? Ол да мүмкін көңілсіз шығар. Қарға ақсақалды тыңдап, көл үстіндегі аққуға ұшып барып, былай сұраған екен. Аққу, мен сендей әппақ әдемі құс болғым келеді. Сен әлемдегі ең бақытты құс деп ойлаймын. Сонда аққу қарғаға былай деп жауап беріпті. Мен сырт көзге әдемі болғанмен, мен өзімді бақытты сезінбеймін. Мен ақ түстен әбден жалықтым. Маған түрлі түсті тоты қатты ұнайды. Адамдар тотыны көп қызықтайды. Тоты ең әдемі және бақытты құс депті. Аққудың жауабына қарға таңдана қарап, тотыға да жолығайын деп шешіпті. Қарға түрлі түсті тотыны зоопарктен тауыпты. Адамдардың бәрі оны қызықтап, өте бір мейіріммен қарап жатыр екен. Қарға тотыға жақындап келіп, «Тоты, сен түрлі түсті өте әдемі екенсің. Адамдар сені өте жақсы көреді. Ең бақытты құс сен екенсің. Сенің ойың қандай?» деп сұрапты. Тоты осындай сұрақты күткендей, қарғаға бұрылып, бар сырын айтыпты. «Я, мен мүмкін әдемі шығармын, бірақ өзімді бақытты дей алмаймын. Мен тордың ішінде қамалып отырмын, еркін жүре алмаймын. Бір жерде отырып, әбден жалықтым. Бұл жерден кеткім келеді» депті. Тотының жауабы қарғаны қатты ойландырып тастайды. Егер тоты сенде көңілсіз болсаң, сонда бұл әлемде қай құс бақытты? Сонда тоты былай деген екен. Мені де осы сұрақ көп мазалайды. Мен саған былай деп айтар едім. Мен кейде аспанда еркін ұшып жүрген қарғаларды көремін. Ең бастысы еркіндік. Ең бақытты құс қарға депті. Қарға тотының жауабына аңтаң болып, тұрған жерінен бір құлап түсіпті. Сосын қанатын қатты қағып, аспанға ұшып кетіпті. Осыдан кейін қарға өзін бақытты сезініп, өзін басқа құстармен салыстыруды мүлде қойыпты.